Дыбыс пен әріп. Тіліміздегі дыбыстар өкпедегі ауаның өкпе, көмей дауыс шымылдығы, ауыз, мұрын қуысы, тіл, таңдай, тіс, ерін арқылы шығуынан жасалады. Дыбыстың жасалуына оның ырғағы, күші, әуені әсер етеді. Адамның құлағы 1 секунд ішінде 16-дан 20 мыңға дейінгі дірілдің нәтижесінде пайда болған дыбысты қабылдап естиді. Айтылған дыбыстарды қағаз бетіне түсіріп оқу үшін оларды графикалық таңбалармен белгілейді. Сондықтан оларды әріптер деп атайды. Бірінен кейін бірі рет-ретімен орналасқан әріптердің жиынтығы алфавит деп аталады. Қазақ тілінде орыс графикасы арқылы белгіленген 42 әріп бар. Дыбысты естиміз және айтамыз. Әріпті көреміз және жазамыз. Қазақ тілінде 12 дауысты А, Ә, И, Е, О, Ö, О, Ү, У, дыбыс бар. Дауысты дыбыстар өкпеден келген ауаның ешбір кедергіге ұшырамай, еркін шығуынан жасалады. Дауысты дыбыстар тілдің қатысына қарай жуан, А, О, және жіңішке Ә, Ү, болып бөлінеді. Ал, әл, он, үн, от, өт, тыс, тіс. Дауысты жуан А дыбысының дауысты жіңішке Ә дыбысына өзгеруінен сөздердің мағынасы да өзгереді. Мысалы, ал, бір затты алу, алып қою деген мағынаны білдірсе, әл, күш, қуат, адам бойындағы қайратты білдіреді. Сол сияқты, ұн, үн, от, өт, тыс, тіс сөздерінде дауысты дыбыстардың жуан, жіңішкелігіне қарай сөздердің де мағынасы өзгереді. Ендеше тапсырма орындайық.